Баршаңызға сәлем достар. Ислам дінінде қашанда болмасын түске және оның адам тәрбиесіндегі рөліне үлкен мән берілген. Ұсынып отырған түс жоруымыз түске оның мән-мағынасына бей-жай қарамайтын жандар үшін қызықты әрі пайдалы болмақ. Жаман түс көргенде 4 нәрсе жасау қажет. Бірінші, шайтанның және көрген нәрсесінің жаманшылығынан Аллаға сыйынып дұға жасау керек. Екінші, сол жағынан 3 рет түкіру, яғни сүф-сүф деп айту. Үшіншісі, жатқан жамбасынан ауысып, екіншісімен жату. Ешкімге айтпау. Осы нәрселерді жасаса, пайғамбарымыз айтқандай, оған еш зиян тимейді. Ал кім түсінде Алла тағаланы кейіпсіз көрсе, немесе пайғамбарымызды көрсе, ол хақ. Хадисте, кім мені түсінде көрсе, ол хақ. Шайтан менің бейнемде келмейді дейді. Түсті жорытуда өте сақ болу қажет. Хадисте, түс жорылғандай болады. Бұның мысалы, бір аяғын көріп, қашан қоярын тосып отырған адам секілді. Сондықтан, біреулерің түс көрсе, тек жанашыр немесе ғалым адамға айтсын деген. Кей адамдар көрмеген нәрсесін көрдім деп әртүрлі мақсатта өтірік айтады. Пайғамбарымыз мұндайдан сақтандырған. Өтіріктің ең жаманы екі көз көрмегенді көрдім деу. Ал жорушы адам түсті көрген адамнан естігені жақсы. Егер ұнатпайтын түсі болса, немесе толық білмесе, саған жақсылық, дұшпаныңа жамандық деп қана айтуы керек. Түсті көрген мезетте жортқан жақсырақ. Түсті білетін ізгі адамдарға жорытылады, бақсы балгерлерге жорытылмайды деген. Орында болған әңгіме дейді. Кезінде үлкен қария түс жорумен танылып, жан-жақтан адамдар іздеп келеді екен. Бірде-бір келіншек келесі ауылдан іздеп келсе, әкесінің сапар шегіп кеткенін қызы хабарлайды. Сосын келіншектен жөнін сұрайды. Мен түсімде омырауымды 2 қасқыр жеп жатқанын көрдім, деп түсін айтады. Сонда сауатсыз қызы, ойбай, сізді қасқыр жейді екен ендеше, деп жориды. Әкесі қайтқан соң оқиғаның мән-жайын айтқанда, тентек неме, егіз ұл босанатын келіншекті қасқырға жем қылыпсың ғой, деп қызына зекіп жіберіпті. Арада уақыт өтіп, келіншекті қасқыр талағаны жайында хабар жеткен екен. Айша анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям көрген түстерінің айдай анық шығатынын айтады. Мәселен, Ухуд соғысының алдында пайғамбарымыз бір түс көрген. Түсінде сауытын кигенін, біраз сиырлардың бауыздалғанын, әрі қылышының жүзін кертіліп сынғанын көріп, оны былай деп жорыған. Сауыт меніңше Мәдинаның іші. Демек, Мәдинадан шықпай қорғанғанымыз дұрыс. Дұшпандардың шабуылын осы жерден күтіп алып, тойтарайық. Бауыздалған сиырлар сахабаларынан шейіт болатындары, қылышымның жүзінің кертіліп сынуы жақындарының біреуінің қайтыс болуы болса керек, деп жорыған. Расында да айтқандай, жақын туысы Хазіреті Хамза радиаллаху анху сол соғыста шейіт етілді. Адам түс көріп уайымдай бермесін деп қазақ мынандай мәтел айтқан. Түс түлкінің боғы, сондықтан әрқашан Аллаға сыйынып, өзінен амандық тілейік. Түс жоруға арналған видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, астына лайк басып, комментария қалдырыңыздар.